Сәлеметсіңдер ме балалар? Әдебиеттік оқу пәнінен 5-ші сабақ менің батыр бабаларым тақырыбын өтеміз. Балалар, бірінші тапсырмаға қарайық. Бірінші тапсырма. Ребусты шеш. Балалар, бірінші қатардағы суреттерге қараймыз. Сабын, л әрпі және тай. Сонда балалар, абылай деген сөз шығады. Келесі қаз, банан, б және ай суреттер бар екен. Сонда Қабанбай, яғни бұл Абылай, Қабанбай қазақтың батырлары екен, балалар. Балалар, Қаракерей Қабанбай дарабоз, ол батыр, талантты қолбасшы. Азан шақырып қойылған есімі Ерасыл. Ол 1692 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Үржар ауданындағы Барлық тауында өмірге келіп, 1770 жылы сонда дүние салған. Балалар, Қаракерей Қабанбай батыр. Және балалар, Қаракерей Қабанбай батырдан басқа да біздің батыр бабаларымыз өте көп. Олар Наурызбай батыр, Аян батыр, балалар. Келесі, ал Абылай хан қазақ халқының қаны, қолбасшы. Ол 1711 жылы дүниеге келіп, 1781 жылы дүниеден озған. Ол қазақ халқының қандарының бірі болып табылады. Балалар, осы жерде түсініп оқы. Абылай атты өлең берілген. Абылай, жан жақтан бәрі қысқанда, айырып жау мен жақынды, қаптаған қалың дұшпанға ұрандап шықтың атыңды. Абылай, Абылай, Абылай. Бас қосты сенің қасыңда 300-дің барлық ұланы. Ғасырдан жетіп ғасырға болды сен елдің ұраны. Абылай, Абылай, Абылай. Авторы Байбота Серікбаев. 300 дегеніміз барша қазақ халқын айтады. Қолбасшы дегеніміз әскерге басшылық жасайтын адамды айтамыз. Балалар, өлеңде Абылай хан туралы не айтылған? Абылай ханның батырлығын білдіретін сөзді тауып оқы. Абылай хан ол қолбасшы екендігі туралы айтылған. Және ол 300-дің басын, яғни бүкіл барша қазақ халқының басын қосқан екен. Жақсы. Балалар, бұл өлеңде Абылай ханның батырлығын білдіретін сөздер ол қаптаған қалың дұшпанға ұрандап шықтың атыңды дейді. Міне осы сөздер, ол ешқандай дұшпанға тай салмай, қорықпай, ұрандап алдына шығыпты. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, балалар, келесі тапсырмаға қараймыз. Суреттерге лайықты сөздерді тауып жаз. Мысалы, сүйінші деген сөз. Балалар, суреттерге қарайық. Бірінші суретте қуанышты хабар келгені туралы айтылуы қажет. Сөздерді тауып жазуымыз керек. Келесі, сыныптың намысын қорғаған қыздарға арналған сөздерді тауып жазуымыз керек. Бірінші, қуанышты хабар келді. Сүйінші, сүйінші, немесе алақай, алақай, менің жақсы жаңалығым бар деген сияқты сөздерді жазсақ болады. Келесі, сыныптың намысын қорғады. Жарайсың, сен жарадың, біз сені мақтан тұтамыз, керемет, жарайсың деген сөздерді жазсақ болады екен. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, келесі тапсырмаға қарайық. 5-ші тапсырма. Қазақ халқы кімдерге батыр деген атақ берген? Дұрыс айтасыңдар. Жақсы, яғни елін, жерін қорғаған, ерлік жасаған адамға батыр деген атақ берген екен. Жақсы. Келесі, балалар, үйде үлкендерден сұрап, қазақтың жерін жаудан қорғаған батырлардың есімін біліп алыңдар. Жақсы, жарайсыңдар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар, балалар.